Жаздың жаймашуақ күнде мен өмірге келдім. Көк аспан мен жасыл дала арасындағы тыныштықтың трактордың гүрілі ғана бұзды. Анама толғақ ұшып, әкем маған көмектесуге асықты. Трактор кабинасында шала шарпа ғана қарап, көмек жоқ екенін түсінген әкем. Шыда жаным, бәрі жақсы болады деп, жүрегіндегі үрейді жасырып жатып, мен дүниеге келген екенмін. Сол сәттен бастап мен үшін жайлау туған жер ғана емес, ерекше орынға айналды. Бірақ өмірдің ауыртпалығы бізді ерте есейтіп жіберді. Анам бізді туыстарының үйіне қалдырып, алыс жайлауда мал бақты. Үйдегі ауыр тіршілік бізге, балаларға жүктелді. Таң ата тұрып, мал жайып, отын жарып, суды тасу біздің күнделікті міндетіміз. Аштық пен тоқтықтың ауысқан күндері жүрегімізді қатайтты. Мектепке көңіл бөлінбеді. Кітаптар мен дәптерлеріміз жоғалды, ал оқуда табысты болмадық. Анам сирек келетін, тек сол кезде ғана кішкене тәттілер мен ойыншықтарға қуанып, қысқа мерекеміз болды. Қалған күндеріміз еңбек пен шыдамның сынағы еді. Туысқан үйде өмір қиын болды. Олар бізді еркелетпеді. Өз наныңды өздерің табыңдар деп жиі айтатын. Әпкем мен жездемнің арасында ашық қатынастар барын көріп, менің жас жүрегімде құпия сезімдер оянды. Туысымыздың үйіндегі өмір жат жердегі күрес секілді болды. Үйдің іші тыныш емес, бірақ менің ең үлкен мұңым әпкем мен жездемнің арасындағы құпия қарым-қатынас еді. Бір түнде бөлмемде жатқанымда олардың дауыстары, сыбырлары мен аңқылы менің жастық армандарымды бұзып, жүрегімде белгісіз толқу оятты. Қанша жас болсам да, бұл сезім мені шексіз шаттыққа, ұятқа да бөліп отырды. Бір кеште әпкем болмай, мен және жездем екеуміз ғана қалдық. Ол маған жылы қарады, қолымды ұстап жақындап келді. Сол сәтте жүрегім дүрсілдеп, есімнен танып қала жаздадым. Бірақ есік ашылып, әпкем кіргенде бәрі үзілді. Келесі күні ауылға бұзылған қыз деген сөз тарап, мені жаным сынып жыладым. Ауылдағы сөккен сөздерден қашып, менің жолым жайлауға алып барды. Күннің ыстығы мен желдің сыбыры арасында өзімді қайта таптым. Жан келді, малшының кенже ұлы Арман жайлауға келді. Ол кішкентай болса да, оның қарапайымдылығы мен мейірімділігі жүрегіме жылы сезім ұялатты. Бір күні біз бірге жылқыларды айдап, ат үстінде ұзақ әңгімелестік. Ол менің ішкі мұңымды түсініп қол ұшын созды. Сол түні Арман мені ауылға қайтпай өзінің үйіне алып кетті. Сол сәттен бастап мен жаңа өмірге қадам бастым. Арманмен өткен алғашқы күндерім тыныштық пен үмітке толы еді. Бірақ неке түні бәрі ойлағандай болмады. Шамның әлсіз жарығында ол әлсіз демалып, менің үмітімді ақтамай тез ұйықтап кетті. Жүрегімде орын босап, құмарлықтың оты сөнгендей болды. Күндер өткен сайын менің ішімде толғаныс өсіп, бірақ Арман мені толық қанағаттандыра алмай жатты. Оның шаршағандығы мені терең қайғыға батыратын. Сол бір бос орынды мен өзімше толтыратын біреуді іздей бастадым. Жайлаудағы күндерім жалғасып, менің жүрегім мен денем арасындағы күрес күшейе түсті. Арманның әлсіздігі менің ішкі отымды сөндірмеді, керісінше мені шатастырды. Бір күні атам мені жайлаудың шетінде шақырып жылы сөзбен қарады. Ол маған өмірдің мәні туралы әңгімелеп, жүрегімнің шырағын дұрыс бағыттауға көмектесетінін айтты. Біз жайлауда тұратын болдық. Атамның малы көп. Арман малды жақсы көреді екен. Тойымыз өткен соң жайлауды үйге келдік. Күні бойы үйдемін. Арман малды өзім бағамын, үйде отыр, өзіңе қара дейтін. Бірақ менің көңілім түнгі төсекке толмайтын, ешқандай ләззат алмайтынмын. Күйеуімнің айғыры кішкентай.
Атамның жасы 60-та болса да ширақ еді. Ара-тұра атпен жайлауға келіп тұратын. Көктем айы болатын. Жайлауға жеткенше жаңбырдың астында қалыпты. Күйеуім ол күні қалаға кеткен. Атам сол үшін малға қарауға үйге келді. Атам байғұсты азғырғанмен үсті су болып қалған. Атама басында ойым болмады. Папау, ауырып қаласыз ғой деп үстіндегі киімін шешуге көмектесіп, атамның төменгі жағын көріп көзім шалып қалды. Атам өзім шешіп беремін су киімдерімді деп менен ұялып жатыр. Атамның қақиған айғыры еріксіз өзімді ұстай алмай атамды құшақтап алыппын. Шошып кеткен атам ойбай көтектеп мені итеріп жіберді. Мен шешініп тастап атамды азғырып жас биеге шапқан айғырдай болдым. Сол түннен кейін атам жайлауға жиі келгіштеп кетті. Бір күні одан да жалықтым. Қияли болдым. Күйеуіммен атамды алдап арбап біраз ақша алып қалаға тайып тұрдым. Қалада пәтер жалдап, әртүрлі еркектермен таныстым. Алғашында бұл өмір маған құмарлықтың жалындай қызық көрінді, бірақ уақыт өте келе ол жалын мені жанымнан бездіріп тұншықтырды. Клиенттер арасында қаталдары да, дүрекілері де болды. Бір күні кеште мені қорлаған екі еркек, сол оқиғаның ауыртпалығы менің жанымды әлі күнге дейін жаралайды. Содан кейін денсаулығым нашарлап ұзақ ауырдым. Қаладағы өмір маған бақыт емес, өкінуден басқа ештеңе әкелмеді. Ауылға оралғанда күйеуім мені қабылдамай алыстап кетті. Қоғамның алдында жеңіл жүрісті деген сөз тарап, менің өмірім қара бұлтқа толды. Ауылға қайта оралғанда жанымдағы ауыртпалықты көтеріп жүрдім. Туыстардың сыны мен қоғамның салған айыптауынан өзіме деген сенімім шайқалды. Бірақ мен өмірдің әр ауыртпалығынан сабақ ретінде қабылдауға бел будым. Өткенім мені бұзуға емес, күшейтуге тиіс еді. Жанымдағы жаралар баяу жазыла бастады. Енді мен өзімді құрметтеп, өз жолымды табуға ұмтылдым. Өмірімнің әр қиындығы мені шыдамды, мықты етті. Қазір мен сендерге айтарым, өзіңді құрметте, өзіңнің қадіріңді біл, қиындықтан қорықпа, бірақ өзіңді бағаламаған жолға түспе. Өмірдегі шынайы бақыт, өзіңмен үйлесімді өмір сүру. Құрметті оқырман, өмірден алынған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Келесі кездескенше.